Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ әдебиеті. 6 сынып. Тақырыбы еңбекпен тапқан тиын. Біреудің ерке ұлы болыпты. Өзі жалқау екен. Әкесі оны бағып-қағып асырапты. Ақыры кәрілік жеңіп, сырқаты күшейген әке әйеліне айтыпты: «Ұлыма ештеңе қалдырмаймын. Ол жалқау, барды ұқсату, табыс табу бұның қолынан келмейді». Жаны ашыған анасы ұлына 10 сомдық алтын береді. «Мынаны еңбегіме алған едім» деп әкеңе алтынды сыйлағайсың. Кешке алтынды әкесіне ұсынады. Алтынды шал лаулап жанып жатқан пешке лақтырып жіберіпті. «Бұл сенің еңбекпен тапқан ақшаң емес» депті. Қулықтан ештеңе шықпайтынын білген анасы: «Біз әкеңді алдай алмайтын көрінеміз, балам. Онан да ақшаны жұмыс істеп тап» деп ақыл айтыпты. Бала үйінен кетіпті. Апта бойы жұмыс істейді. Тапқан тиынын әкесіне әкеп береді. Қария алтынды тағы да отқа лақтырып жібереді. Бұған ұлы шыдамай жалаңаш қолымен ақшаны суырып алады да: «Әке, мен бұл тиынды апта бойы шаршап, шалдығып жүріп таптым. Мұныңыз қалай?» деп айқай салыпты. Әкесі тұрып: «Бұл ақшаны өз еңбегіңмен тапқан екенсің, балам. Көзім енді жетті» депті ұлына. Оқушылар, мазмұндама жазу барысында мазмұндаманың сөзін өзгертсек те, мазмұнын сақтаймыз. 10 ұпайды 2-ге бөліп қоямын. Алғашқы 5 ұпайы сіздің сауаттылығыңызға, екінші 5 ұпайы мазмұнның сақталуына қойылады. Жазып болғаннан кейін ОК Едусқа бүгінгі күні қазақ әдебиетіне жүктейміз.